Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен анамның маған үйреткен қазақтың ұлттық тамағы бешбармақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің анам жаңадан сойылып келген малдың етін осып, оны тұздап, жел қақтасын деп сыртқа 2-3 мәрте жаяды. Міне, сонда ол еттен жасалынған кез келген тамақ өте дәмді болып шығады. Міне сондай еттен біз бүгін бешбармақ жасайтын боламыз. Мен жылқының еті мен қойдың етінен араластырып жасайтын боламыз. Сонда біздің сорпамыз өте дәмді болып шығады. Және үйдегі адам санына байланысты мен қазыны осылай бөліп алдым. Ең алдымен қазанға салқын суымызды құйып, оның үстіне еттерімізді салатын боламыз. Қазы бөлінгендіктен де мен оны аузын бекіту үшін осындай зубочистки, яғни тіс шұқитын таяқшамен осылай 3-4 жерінен бекіттім. Және міндетті түрде бір дана пиязды саламыз. Ол еттің жұмсақ болып пісуіне және сорпаға дәм береді. Осылай бетін жауып қайнатамыз. Сорпамыз қайнағаннан кейін бетіндегі көбіктерін аламыз. Мен бұл жерде көбіктерді сүзгішті сорпаның үстіне ұстау арқылы осылай алатын боламыз. Сонда оның бетіндегі шыққан еттің майлары қайтадан сорпаға төгіліп, ал сүзгіштің ішінде керек емес көбіктер қалатын болады. Және де қазанның бетін жауып, қайта-қайта осылай көбіктерін толық алып тастайтын боламыз. Мен 3 мәрте сорпаның көбігін алдым. Сорпаның көбігін алып болғаннан кейін оттың астын баяулатып, осылай жай отта 1,5 сағат қайнататын боламыз. Енді қамырын илейтін боламыз. Ұнымызға 2 жұмыртқаны қосып, арнайы бөлек ыдысқа тұз суды дайындап алып, осылай құя отырып, қатты қылып қамырымызды илейтін боламыз. Сонда біздің қамырымыз әдемі жайылып және суға піскенде де езілмейді. Міне осылай илеп болғаннан кейін осылай 10 минутқа тұндырып қоямыз. Енді етіміз 1 сағаттай қайнағаннан кейін оның үстіне картоп пен сәбізімізді саламыз. Және мен болгар бұрышын 1 дана қызанақты салдым. Бұл сорпаға свет беріп және дәмін керемет қылады. Міне осылай бетін жауып қайнатамыз. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп, тағы да тұндырып қоямыз. Енді тұздығын дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бір пиязды ортасынан бөліп, осылай жіңішке қылып турайтын боламыз. Оны арнайы ыдысқа салып, сорпамыздың бетіндегі майларды сол пияздың үстіне құятын боламыз. Бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсе, біз ешқандай етті алмай тұрып, осылай бетіндегі қалған майларды алып алуымыз қажет. Және де мен бұл жерде болгар бұрышымен қызанақты осы тұздықтың үстіне шолпының көмегімен езіп, сонда салып аламын. Бұл біздің тұздығымызға свет беріп, өте керемет дәм береді. Және шолпының бетінде сол қызанақ пен болгар бұрышының сырты, яғни сыртқы қабығы қалып қояды. Міне менің тұздығым осылай қып-қызыл болып, әдемі болып шықты. Сорпамыздың ішіндегі 1 дана пиязды алып тастаймыз. Және картоптар тез піседі, оны алдын ала тексере отырып алып тастамасаңыз, ол езіліп кетеді. Және тұздығымызды бір бұрқ еткізіп қайнатып, астын өшіріп қоямыз. Енді етіміз барлығы пісті, барлығын аламыз. Етіміз суып қалмас үшін салапанмен бетін жауып қоямыз. Енді қазандағы сорпаның үстіне су құйып, тұзын көріп, қайнағанша бетін жауып қоямыз. Енді қамырымызды илейміз. Осылай қолымызбен баса отырып, бірінші үлкетіп аламыз. Қамырды осылай видеодағыдай 2 бөлікке бөліп,
шетін баса отырып осылай үлкейтеміз. Арасына ұнды сеуіп, енді оқтаумен ары қарай үлкейтіп жаятын боламыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін ортасынан кесіп, осылай видеодағыдай 3-4 бөлікке бөліп, екі шетін қайнап тұрған сорпаға бірінші салып пісіретін боламыз. Қамырды сала отырып, арасында осылай қасықпен қозғап отырамыз. Осылай қамырдың бәрін салып болғаннан кейін жақсылап араластырып, бетін бір жауып аламыз. Қамырдың піскенін білу үшін қолымызбен бөлгенде оңай бөлініп және тісімізге жегенде тісімізге жабыспай тұрса, онда қамыр пісті деген сөз. Міне қамырымыз пісті. Енді шолпының көмегімен суын сырғыта отырып, осылай қамырымыздың барлығын арнайы ыдысқа саламыз. Видео сіздерге ұнап жатса, видеоға лайк басып, менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Етімізді, картоп сәбізімізді осылай мен алдын ала турап қойдым. Енді ыстық қамырдың үстіне осылай ыстық тұздықтың сұйық майын құятын боламыз. Бұл қамырдың бір-біріне жабыспауына әсер етеді. Міне осылай құйып болған соң, мен бірден тұздықтың пиязын қамырдың бетіне саламын. Көп келіншектер оны еттің бетіне салып жатады, ол өз қалауыңыз бойынша. Мен осылай қамырдың бетіне салып шықтым. Енді етімізді саламыз, оның үстіне қазымызды саламыз, картоп сәбізін саламыз. Міне біздің бешбармақ дайын болды. Жасап көріңіздер. Өз жасау жолдарыңызбен комментарий бөлімінде бөліссеңіздер екен. Мен де өз білмегенімді сіздерден білетін боламын. Мені көріп тыңдағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеоларда көріскенше.